Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен үй жағдайында чебуреки жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар ұн және жылы сүт, жұмыртқа, тұз қажет болады. Жылы сүтімізге тұзымызды салып, оның үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Чебурекиге қажетті заттардың барлығын төменде описанияға толық қалдырып кететін боламын. Жұмсақ етіп қамыр илеп алдық. Енді осының бетін жауып қойып қоямыз. Чебурекиміздің салмасын дайындаймыз. Дәл осы видеодағыдай жуамызды ұсақтап турап аламыз. Дайын болған жуамызды бір ыдысқа салып, үстінен фаршымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш пен қызыл бұрыш саламыз. Чебурекиміздің салмасы дайын. Енді қамырымызды дөңгелектеп бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Дайын қамырларымыздың ортасына осылай салмасын салып, жан-жағын жақсылап бекітіп, вилкаменен сәндеп шығуларыңызға болады. Қазанымызға майымызды құйып, қатты қызып тұрған кезінде чебурегімізді салып пісіріп аламыз. Чебурекилеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.